Ассалаумағалейкум, қымбатты достар. Бұл әдеттегідей лайықты ән бағдарламасы, оның тұрақты жүргізушісі мен Серік Ибрагимов, және бізді үнемі сүйемелдеп әндерді әрлеп отыратын Лайк бенд ансамблі. Үлкен рахмет. Бізді әрине осы екінші маусымның шығуына себепкер болған, бізді қолдаған спонсорымыз Салам Бро ұжымы, дәмді бургерлер мекені. Және бүгінгі біздің қонағымыз ерекше даусымен халықтың жүрегінен орын алған керемет хит әндердің орындаушысы Ернар Айдар! Рахмет. Қош келдің. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қош көрдік. Рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Рахмет. Ереке өзіңіз лайкты ән бағдарламасын көресіз бе? Көрдім. Келгеніңізге рахмет. Несімен ерекше, несімен ұнайды біздің бағдарлама? Осы мына не дейді ана, қазір бір сондай бір нәрсе минимализм дей ма, сол бір нәрсе күшті бір алдыға шығып жатыр ғой. Осы лайфпен, азғантай ғана аспаппен әдемілеп тұрып бір әнді айту, сол жағы бір халыққа ерекше ұнайды деп ойлаймын. Және сол бұл бағдарламаның да бір басым жағы, маған ұнайтын жағы қатты ана хит болған әндеріңді осы жерде бір еске алып, орындасаң, ол да бір ностальгия ғой. Әлбетте. Сол жағынан маған қатты ұнайды. Жалпы творчествоңызда, жалпы өміріңізде не жаңалық болып жатыр? Мен енді не десем болады, не жаңалық енді? Қатты бір жаңалық жоқ. Бір қалыпты жұмыс. Сол тойды малақ дегендей не, концерт. Мен Серік Ибрагимов 29 қазан күні Республика сарайында эстрада жұлдыздарының қатысуымен менің 10 жылдық кешім болады. Баршаларыңызды күтем, билеттер Тикетон сайтында. Қазірге үй алдық Алматыдан өмірде. Оңынан болсын, берекелі болсын. Біз бардық, көрімдігімізді бердік, бардық, шашуымыз шаштық, әйтеуір. Күшті, үй күшті. Аздау берді, көрімдік мақұл. Енді сумасын енді, айтпай қойын. Қалжың. Біздің жобада білесің, ән алып келеді. Сенде хит көп, жетеді, білем. Бірақ бүгін жобаға қандай әнді алып келдің? Бүгінгі жобаға енді мен ойлаймын, ол әнді орындамасақ халықты соны күтетін шығар. Күнім сен сөнбешіні. Күнім сен сөнбешіні. Қысқаша тоқталып кетсең, қалай шықты, қай жақтан алдыңыз, және клипті біз көрдік, соған керемет. Енді бұл ән Әзербайжан ұлтындағы Эльнар деген бауырымыз, сол бауырымыздан өз рұқсатымен алдық. Сол бауырымыз әнді берді, сөзін бізге енді Ринат Зайтов ағамыз сөзін жазды. Бұл әнді алып, мен кішкене айтып кетейін ба, қалай шыққан жайлы? Бұл ән енді не десем болады, өзі бір байыл сабақ тиіне сәтімен дейме, бұл әнді мен шығардым 2017-нің январ-февралында дайындаймын ғой әнді. Әнді дайындап, Валентин ағамыз енді сол поштаға жіберіп қойған. Сөйтіп мен февраль-апрельдерде гастрольге шығып кетемін. Бірақ ол әнді ұмытып кетеміз. Неге? Бірінші тыңдатам, қасымдағыларға тыңдатам. Командада бір-екі адам айтады, мына ән онша емес дейді. Не қалсын, мұны шығармай қойшы дейді. Сосын көңілім кішкене тоқтап қалды. Қой, тұра берсінші дедім да. Гастрольмен кеттім. Сол апрельде, 2017-нің апрелінде содан мен аварияға түстім ғой. Сол көктемге жақын. Сөйтіп аварияға түсіп, сөйтіп келіп больницаға жаттым. Больницада 10 күн дейме жатқаннан кейін мен администраторым келді де, ешқандай жаңалық жоқ, халық күтіп жатыр. Осы почтада осындай ән тұр екен. Бұл әнді маған негізі Әйгерім жеңешем ұсынған. Ержігіт, осы әнді айтшы сен қазақша аударып. Сөйтіп сол жеңешем оның алдын, соны айтуымен дайындаған ғой мен. Ринат ағамыз да осындай күнім сен сөнбеші деп тақырыппен жаза салды. Содан кейін осылай болды да, жаңағы администратор келеді, больницада жатсам. Осындай ән тұр, жібере салайық. Құры жатыр ғой деп. Сосын мен айттым, жібере салыңдар дедім. Сосын атын қалай қоямыз деді. Аты Күнім-ау деп тұрған негізі. Күнім-ау. Сол кезде жаңа жеңешем айтады ғой, ержігіт күнім сен сөнбеші деп айтыпты ғой, күнім сен сөнбеші деп айтса, күнің сөнген жоқ. Міне авариядан аман есен қалдың, Құдайға шүкір. Соған да бір кеп тұрған сияқты дейді. Жаңа Әйгерім жеңешем атын қойды дейді тағы да. Сөйтіп күнім сен сөнбеші деп жіберіп едік. Бір аптаның ішінде қатты тарап кетті. Сосын оған біз клип түсірмекші болып, қаншама сценаристер не қылдық. Сосын бір сценарист жаңағы передачаны көріп отырсам, әйел бақты, Ләйлә ханым. Сөйтсем, Марлен мен Анель отыр екен. Маған өте қатты не қылды, жүрегіме әсер етті.
ана Марленнің қызға деген махаббаты, сол қызды қанша қиналса да не қылса да тастамауы, сол уақиға осы күнім сен сөнбешін сөзіне бір кеп тұрған сияқты болды маған. Өзім ол кезде мен қатты жүре алмаймын, тек жатам ғой. Өйстіп ютубтан көріп. Бірден Талғат ағам айттым, осы ғашықтарды алдырайықшы, Атырауда екен. Сөйтіп түсірейік. Сосын Талғат ағам айтты, болды, сөйтіп сөйлестік, олар келді, олардың да қуанышында шек жоқ, біздің де қуанышымызда шек жоқ. Әйтеуір барлығы үйлесіп, клипті түсіріп, халыққа жіберіп едік. Халық жақсы қабылдады. Сабақ деген сәтімен деп күшті керемет туынды болды. Шынымен бәрімізге ұнады. Енді орындап жіберейік ендеше. Давай. Күнім сен сөнбеші, Ернар Айдар. Кеттік, Ернар, микрофонды ала қой бауырым, ішіндегі сауырды. Күшті екен студияларыңыз. Рахмет, қош келдің. Біздің студиямыздың қонағы хитмен Ернар Айдар. Күнім сен сөнбеші, сөнбеші сөне көрмеші. Күлкіңнің түссе сәулесі, жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі күнім ау. Күнім сен сөнбеші, сөнбеші сөне көрмеші. Күлкіңнің түссе сәулесі, жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі күнім ау. Сен данасың, дарасың, қатты таңданба, мына жалғанда менікі ғанасың. Саны сарсанға кейде салсам да, естен тансам да, сүймеймін демедің. Сол мінезіңді, мен бір өзіңді жақсы көремін. Күнім сен сөнбеші, сөнбеші сөне көрмеші. Күлкің түссе сәулесі, жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі күнім ау. Күнім сен сөнбеші, сөнбеші сөне көрмеші. Күлкіңнің түссе сәулесі, жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі күнім ау. Нәзігім қақтың қазығын, сен үзілмес үміттің. Әні сезімнің, нұрлы көзімнің, жанымда мені жылыттың. Тілдескенде біз гүл кештерде, сырлар көшкенде жүректен жүрекке. Сен күлген кезде, серпілген лезде, тастайды үлекке. Күнім сен сөнбеші, сөнбеші сөне көрмеші. Күлкіңнің түссе сәулесі, жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі күнім ау. Күнім сен сөнбеші, сөнбеші сөне көрмеші. Күлкіңнің түссе сәулесі, жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі күнім ау. Керемет. Бізбен бірге шырқадыңыздар деген үміттеміз. Ернар Айдар. Серік Ибрагимов. Жарайсың, бауырым. Енді саған қалай менімен дуэт айтқан ұнады ма? Күшті ұнады. Екеуміз концертте де айттық қой. Рахмет деген. Сеге сіздің әніңізді айттық қой сол кезде. Енді сенің хитіңді айтып отырмыз осы жерде. Керемет. Ереке, мысалға, сенде мынандай нәрселер бола ма? Қандай? Бір жақсы бір әнді тыңдап қаласында, мына әнді неге мен айтпадым екен деп қалатын сәттер. Болады. Енді ән не десем болады. Ол іштарлық емес, ол қызығушылық, ол бір ондай бір алдыға ұмтылу деп мен өзім түсінемін. Оның да бір жақсы жақтары болады ондай сәттер. Мынандай емес, мынау айта алмапты, мен айтқанымды асырып жіберетінім деген ой емес.
мен де айтсам ғой деген болады ғой, жақсы көріп тұрасың ғой әнді. Ондай әндер бар. Атай аласың ба осы ән деп? Қатты қызыққан әндерің. Қатты қызыққан әнім мен мысалы үшін ана анамның жаққан ошағы ше. Сол әнге мен қатты қызығып сұрағанмын да бермеді ғой. Бермеді ме? Әлі де сұрап жүрмін, тағы да сұраймын. Соны беріңіздерші маған. Сол негізі не үшін қойып жатырмын? Сол бермей қалған әндерді осы біздің камераларды қолданып, Иә. тіп-тіке сұрасаң болады. Халық. Ол әнді негізі өздері де керемет орындаған, жаңағы ерлі-зайыптылар ғой. Өздері де жақсы орындаған. Мен бірақ сондай ән менде репертуарымда. Менде енді бар ғой, Ата-анаңды сыйла деген әнім бар, Қайран жеңгем бар. Мен өзім қазақи не болғаннан кейін сондай әндерді, ана ән маған қатты жүрегіме жақын болды, соны сұраймын. Иә, көріп отырсаңыздар, мен де орындайыншы сол ән. Баланың қолын қайтармаңыздар енді. Иә. Беріңіздер, сіздер де Ернарда бүкіл халық болып сұрайықшы соны. Ернар ән сатып алғанда да, ән алғанда әннің мәтініне мән бересің бе әлде әніне мән бересің бе? Екеуіне де. Неге? Себебі барлық жағынан мән беруге тура келеді. Мен өзім ойлаймын, егер бірдеңесі әлсіздеу болып қалса ән кетпейді. Ән ол бірақ қайсысы мықты, қайсысы не екенін біз шешпейміз ғой, халық қой, халыққа барғаннан кейін шешіледі ғой, бірақ барынша әйтеуір осы ән таралса екен деген еңбек істейсің ғой барлығына, әнге де, сөзге де. Мен өзім әні де, сөзі де, оның аранжировкасы да, оның жаңағы сенің орындауың, оның сводкасы барлығы үйлесім тапқан кезде ән жақсы бар. Осының бәріне мән береміз ғой. Бәріне, иә. Мән бер. Мән береміз ғой. Бәсе не айтып отыр. Жоқ, дұрыс, өте дұрыс қой енді. Негізі қойылатын дүние, бірақ кейде мән бермей қалатын сәттерім болады. Әнге ғашық боламын десе сразу. Кейде, иә. Сөзіне мән бермей қаламын. Жоқ, мысалы үшін менде мынандай ән бар. Сол әнді алып келіп отырмын қазір ше, мысалы. Сонда да сүйем. Сол ән, сонда да сүйем, мысалға. Көп мыжылмай шыққан ән. Пытыр бірден аранжировкасы жазылды. Оңай жазылып кетеді. Оңай. Пашали тыңдырың. Оны мен жаңа бәлездеп, мынау онша болмапты, ана мынау деген жоқпын. Сразу келді, ұнады, дауыс жаздым, валюха кетіп, бірден шығып кетті болды. Болды бір күнде. Сондай ән да. Ол әнге тоқталамыз қазір. Енді өзің жиі тыңдайтын 5 топ ән. Жиі тыңдайтын? Жиі тыңдайтын. Енді мен мынандай не дейсің болады, бір үлгі алу үшін жиі тыңдаймыз қазір, бір сабақ алу үшін деген. Сол жағынан ба или мындай? Жоқ, өзің машинаңда қойып тыңдап жүрген 5 жиі тыңдайтын әнің. Қазір кезде сол ана Садрадиннің ана сені сағынудан шаршадым, сол. Сосын Пуэрто-Рико ма? Пуэрто-Рико ғой? Пуэрто-Рико. Айналайын. Калифорния жаны. Сол. Қайсы ән тарап жатыр, соны тыңдай беремін мен, андай не жоқ. Белгілі нең жоқ, күшті шығады, соны тыңдап. Ән ұнай ма? Кім айтып жатыр, соны тыңдай беремін. Бірақ бүйтіп телефоныма скачать етіп, бүйтіп тыңдамайсың ғой, қазір ютубтан бүйтіп тыңдай бересің ғой. Барлығын тыңдай беремін. Мен ойлаймын, мен де сенде енді биыл Құдай қаласа бір жаңалық айтайын, мен қазан айының 29 күні Республика сарайында 10 жылдық кешімді берейін дедім. Жаным дауыста. Осы жерді пайдаланып, баршаңызды, барша қазақ елін шақырамын. Сол жерге саған да қолқа салайын деп отырмын өзімнің жаңа бағдарламамда. Құдай қаласа бөліп менің 10 жылдық кешімде бірге бөліссең, нұр үстіне нұр болады. Оны енді ары қарай сөйлесе береміз. Сенің өзің календарыңды қараймын. Жалпы Құдай қаласа сәттілік. Иә. Сол айтайын дегенім, біз енді орта буынға сәл жақындаттық қой. Кішкене болса да ағалар болып баратыр. Ағалар ізін басып келатыр. Енді артқы буындағы, енді біздің ізімізден басып келатқан бауырларымызға көңілің тола ма, өнеріне қандай баға бересің деген сияқты ғой. Өте толады бар ғой. Мен риза боламын оларға. Мен даже керек болса үлгі де аламын олардан ше. Себебі қазір келетқан жастар ән жағынан болсын, өзін ұстау жағы болсын, сосын пысық өте. Ана не десем болады? Не жағынан да өзін ұстап, өзің жаңа өміріне де сол үшін тек қана шабыт тілеймін, тек қана сәттілік тілеймін, амандық тілеймін. Барлығы мықты. Шығып келатқан жастардың барлығы. Ең кемшіліктер бар ғой, кемшіліктер бәрімізде болды ғой, біздерде шығып келатқан кезде. Әр адамның өзінің дәурені болады, әр адамның бір өзінің орны болады. Уақыты болады. Жастық шақ болғаннан кейін кемшіліксіз ештеңе болмайды, бірақ кемшілігінен қарағанда не десем болады?
халыққа беріп жатқан дүниелері, жақсы тұшымды дүниелері өте. Оң дүниелері көп па? Иә, көп. 2020 жылдың хит әні. 2023 жылдың. Осы уақытқа дейін тыңдаған хит әні. 2023 жылдың 23. Қазір енді хит болып жатқан әндер ғой? Бір ән. Жаңа Садреддиннің әні бар ғой? Сені иә, қатты хит болып жатыр ғой? Хит. Садреддин, иә. Хит қой? Қанша күн. Дұрыс па? Хит қой? Ең талантты әнші. Қайсы ең талантты әнші? Қай жағынан? Қандай? Талант жағынан да енді. Талантты әнші болады. Енді мен өзім бар ғой, шынымды айтайын, қазақ өнерінде. Тақ айта берсейші енді талантты. Мен осылай деп ойлаймын деп, мысалға. Өзің бағаң бере бер. Қайрат Нұртас. Ең еңбекқор әнші. Қайрат Нұртас деп айта аламын мен. Қайрат Нұртас біреуін беріп қойдың басқа әншіне. Басқа бір жағынан? Әбжаппар. Ең ұйқыны жақсы көретін әнші. Әбжаппар. Қатты ұйықтайды. Екеуін де алып қоя ма? Ұйқы жағынан ба, енді ұйқы жағынан бәрі ұйықтайды деп айта аламын. Сенің ойыңызда жыл проектісі. Жыл проектісі? Жыл бағдарламасы. Жоқ, сен менің бағдарламамды отырсың, бауырым. Жоқ, енді жыл бағдарламасы бәрібір Мейрамбек ағамыздың бағдарламасы. Жоқ, Мейрамбек аға бұл жерде жоқ, бауырым. Мейрамбек аға. Олай айтуға болмай ма? Конечно. Жыл бағдарламасы. Жыл бағдарламасы. Жыл проектісі. Ән лайк бет қандай? Лайықты ән бар. Лайықты ән. Қайдан қоямын тақта. Жыл проектісі. Жыл проектісі әрине лайықты ән. Керемет. Ереке, рахмет үлкен. Енді лайықты әннің. Өтірік айтып жатырмын. Лайықты әннің төрінде тағы бір әнді салайық. Жаңа өзің айтып кеттің, сонда да сүйем. Бұның да тоқталып кеттің. Аранжировкасын Пашали жасады, әрі қарай. Пашали жасады. Бұл әнді былай болады ғой. Бұл әнді кішкене айтып кетейін, иә? Маған көп сөйлейді екенсің. Давай айта бер. Айтайын ба? Айта бер. Болмай ма? Жоқ, айта бер, ән туралы айтасың. Бұл әнді жазамда, дауысын жазамда мен өзім тоже концертпен кетемін ғой, бір аптадай ма? Дауысын жазып, бол жібереміз ғой. Ол кезде не жоқ қой ондай? Инстаграм жоқ, Инстаграм жоқ қой, дискпен сондаймен ғой. Сосын Nokia бар ғой. 6300 сондайлар. Бір апта шығады, шыққанына бір апта болады ол. Сөйтіп мен Шымкентке ұшып барамын, Шымкентке ұшып автобусқа мінсем, біреу звоногына қойып алған ғой. Ол кезде біреулер звонокқа қойды, демек сенің әнің хит. Сосын Барахолкіде көп тыңдалса, Бекжан базарда, Шымкентте. Дискіларға көп шықса. Сенің әнің хит. Мен сол автобустан түсем дегенше 300 звоноктан сол әнді тыңдадым. Содан мен айтамын, кетті. Сол орында жіберейік. Дәл сол аның тарихы бар ән, 10 жыл бұрынғы ән, сонда да сүйем. Орындайтын Ернар Айтар. Рахмет. Мен қосылдым. Ереке, алыңыз микрофонды. Микрофонды алайын. Жапырақтай бұл жүрек, ұмыта алмай жаз күнін, ұмыта алмай аңсайды сүйгенінің наздының. Менің жаныма, менің көзіме жаңбыр жауғызып, сен қайда жүрсің жаным, сағынады менің жүрегім. Ақылыңды ала сені қолдан ұшырдым, қайран көңіл қала қол жетпесін түсіндім. Мен қалай бақытты елестеттім өзіңсіз, сан гүлдердің ішінен, сонда да сенде көңілім. Сан гүлдердің ішінен, сонда да сенде көңілім. Жаным, сен мені сүймесең де, бала жүрегім алдан алмайды. Жылынар бір сөз қимасаң да, жаным, сонда да сүйем. Жаным, сен мені сүймесең де, бала жүрегім алдан алмайды. Жылынар бір сөз қимасаң да, жаным, сонда да сүйем.
ала сені қолдан ұшырдым қайран көңіл қала қол жетпесін түсіндім мен қалай бақытты елестетем өзіңсіз сан гүлдердің ішінен сонда да сенде көңілім сан гүлдердің ішінен сонда да сенде көңілім жаным сен мені сүймесең де бала жүрегім алдан алмайды жылынар бір сөз қимасаң да жаным сонда да сүйем сен мені сүймесең де бала жүрегім алдан алмайды жылынар бір сөз қимасаң да жаным сонда да сүйем жаным сен мені сүймесең де бала жүрегім алдан алмайды жылынар бір сөз қимасаң да жаным сонда да сүйем сен мені сүймесең де бала жүрегім алдан алмайды жылынар бір сөз қимасаң да жаным сонда да сүйем Ернар Айдар, сонда да сүйем. Ай, красавчик. күшті айтады екенсің. Сіз әншісіз ғой дейм, Әнші болса осыдан кенде. Рахмет үлкен. Кәдімгідей шынымен де ностальгия болды ше. Ереке үлкен рахмет. Лайкты ән жобасы осыменен аяқталып қалды. Керемет әңгіме болды, керемет әндер айттық, еске алдық. Сізге енді құр жібермей, өзіміздің басты спонсор Салам Бронның атынан сізге бір айға 30 күнге сертификат бургер тегін. Бір ай бургер жейсіз. Рахмет. Салам Бронның атынан алыңыздар. Міне. Рахмет көп. Секе, жұмыстарыңызға, бағдарламаға тек қана сәттілік тілеймін. Аман болыңыздар. Барлық ұжымға рахмет. Сіздерге рахмет. Аман болыңыздар. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Қымбатты көрермендер, бүгін бізде қонақта болған Ернар Айдар және міндетті түрде біздің каналға жазылып комментарийға келесі қонақ кім болады, қандай ән тыңдағыларыңыз келеді, барлығын жазып кетіңіздер. Келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар.